Баршаңызға сәлем, берекелі үй каналына қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге осындай керемет тағамның рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, жылы су, тұз, нан керек болады. Алдымен жұмыртқаны жарып алып, оған тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң аз мөлшерде жылы су құйып араластырамыз. Жақсылап араласқаннан соң қозғай отырып ұнды қосамыз. Ұн мен су көп мөлшерде қосудың қажеті жоқ. Содан соң бірыңғай масса пайда болады. Осы массаға туралған нанымызды аунатып алып, қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Мен бір бөлігіне укроп қостым, бір бөлігіне қоспадым. Сіздерге көрсету үшін. Егерде укропты жақсы көрсеңіздер, укропты қосыңыздар, қаламасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Және де оны осылай майға, қызып тұрған майға жақсылап пісіріп аласыз. Бұл өте жылдам піседі және де дәмді болады. Сіз де жасап көріңіз. Ұнаса тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын.